Елорда көшелеріне саяхат. Жақып Омаров атындағы көше. Жақып Омаров 1939 жылы 15 қазанда Көкшетау облысы Мәдениет ауылында дүниеге келген. Актер, режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының негізін қалаушы тұлға. Жақып Омаров көшесі Бейбітшілік көшесімен қиылысып, Мұхтар Әуезов көшесіне дейін және Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесінен қайта басталып, Шәкен Айманов, Шохан Уәлиханов, Тараз, Асанқайғы, Сырдария, Әнуар Әлімжанов көшелерімен қиылысады. Жалпы ұзындығы 2392 метр. Бұл көшеде Байқоңыр ауданының полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі бөлімінің номері 33-ші учаскелік полиция пункті орналасқан.